Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің бүгін кезекті подкастымыз, өзіміздің ұлттық спортымыз 9-құмалаққа арналғалы тұр. Қонақтар таныстырып өтейін. Данияр Орынбасаров. Ол жергілікті Батыс Қазақстан облыстық 9-құмалақ федерациясының атқарушы директоры және әлем чемпионы, 2 дүркін әлем чемпионы, өңірімізден шыққан тұңғыш әлем чемпион Әсет бауырымыз. Бастайық енді, көп созбайық, онсыз да уақыт тығыз. Сондықтан дәке өзінен бастасақ, қазір жалпы облысымыздағы 9-құмалақтың даму деңгейі, оған деген қолдау қаншалық деңгейде, қандай жетістіктері бар дегендей өзің қысқаша айтып өтсең. Кеш жарық, құрметті көрермендер, енді жаңа таныстырып кетті ғой. Есімім Данияр Исламғалиұлы, Батыс Қазақстан облысы 9-құмалақ федерациясының атқарушы директоры боламын. Жалпы Батыс Қазақстан облысы 9-құмалақтан өзіміз ұлттық ойыннан үлкен держава. Оған себеп біздің мына спортшыларымыз, жалпы 9-құмалақтың дамуы үлкен деңгейде. Оған жаңа себеп біздің спортшыларымыздың әлем деңгейінде, Азия деңгейінде, немесе өзіміздің чемпионаттарда жүлделі орын алуы деп білем. Қазіргі таңда жалпы Батыс Қазақстан облысында бірнеше спортшылар жақсы жетістік көрсетіп жатыр. Оған енді бірден бір себеп Әсет енді қазіргі таңда 2 дүркін әлем чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері атағын алған бірінші спортшы. Енді болашақта Әсеттің артынан еретін ұл-қыздарымыз, шәкірттеріміз, спортшыларымыз болады деп сенеміз. Енді сол үшін жаттықтырушылар жұмыстанып жатыр. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 30-ға жуық жаттықтырушы жұмыс атқарып жатыр. Ол жаңа өзіміздің облысымызда, Қалаберді, Орал қаласында, аудандарында, ауылдарда жаттықтырушылар қазір жақсы деңгейде. Қазір енді жалпы ұлттық спорттардың ішіндегі ең қарқынды дамып тұрғаны, ең үздік қатарынан табылып тұрған осы 9-құмалақ. Жалпы қазір ұлттық спорт түрлері көп қой. Асық ату бар, көкпар, қазақ күресі бар. Енді солардың ең жоғарында, ең биікте тұрғаны осы 9-құмалақ. Оған енді бірден бір себеп жаңағы мектеп табалдырығында оқушыларға алтын ұрпақ бағдарламасымен оқушылар дайындалып жатыр. Одан Қалаберді үйірмелер жұмыс жасап жатыр. Мына жаңа қазіргі таңда Орал қаласы және спорт бөлімі жанынан спорт мектептері қазіргі таңда өз жұмыстарын атқарып, жаттықтырушылар өз жұмысын жасап жатыр. Соның спорт мектептерінде 9-құмалақ сыныптар бар, Жалпы енді спорт мектептерінде бөлімдері бар. Қазіргі таңда Орал қаласында номер 2 балалар жасөспірімдер спорт мектебі жұмыс жасап жатыр. Ұлттық спорт түрлері бойынша балалар және жасөспірімдер спорт мектебі. Сонда бөлімі бар. Еще мына неде жоғары шеберлігі спорт мектебі ШВСМ дейді ғой. Сол ШВСМде ерлер және әйелдерге арналған 9-құмалақ бөлімі жұмыс жасап жатыр. Онда ересектер, Онда ересектер. Сонда мысалы енді Әсетке алсақ, шыны керек, күрес болсын, басқа спорт түрлері болсын, қай спорт түрлерін алсақ та, жекпе-жек әсіресе бокс болсын, Қазақстан чемпионат ұтып алғанның өзінде де олар туралы ақпарат көп естіледі, ақпарат ағында. Ал 9-құмалақшылар туралы шыны керек, бізде Әсет 2 дүркін әлем чемпионы атанды, бауырымыз құтты болсын. Бірақ ол туралы біз көп ақпарат біле бермейміз. Сондықтан өзің Әсет қалай бастадың, кім алып келді? Кейбіреулер айтып жатады, мен әкем спортпен айналысқан, мен содан кейін келдім, соның жолын қуып деп. Енді сіздің өзіңіз қалай келдіңіз спортқа, Әсет? Кім алып келді? Не түрткі болды бұл спортты таңдауға деген сауал. Өзіңіз туралы таныстырып айтып жіберсеңіз толығырақ. Оқырман білсін, көрермен білсін, ел білсін дейміз. Рахмет. Жалпы есімім Әсет Қайыржанов, Бауыржанұлы. Өзім негізінен бастаушылықтан бері айналысып келемін 9-құмалаққа. Негізінен түрткі болған жағдай
сыныптасым негізі қатысып жүрді. Бауыржан Ахметқалиев есімді. Қазір жаттықтырушы болып істеп жатыр. Осы Тоғызқұмалақ айналасында. Тоғызқұмалақтан жаттықтырушы, сол екінші жүзушісі да. Кішкентай бала кезімізде ол жарыстарға барып келеді, орын алып келеді, медальдарын көремін, қызығам. Содан кейін барып қызығам. Сонда бізге мектебімізге мен өзім алғашқы тренерім, сол кезде реклама жасап келеді. Тоғызқұмалақ үйірмесі ашылып жатыр. 19-шы мектептің артындағы мектептен тыс жұмыс орталығына Қанапия Қарекешұлы Қанапия ағайымыз сонда келеді, реклама жасап, біздің классқа кіріп реклама жасаған кезде Тоғызқұмалақ деген кезде қызығушылығым артып, ана медальдарды көріп, жер-жерге барғанын көріп, бірінші спорт немі солай басталған болатын. Сол көп ұзамай уже 4-5 айда облыс чемпионы болдым бірден. Тоғызқұмалақ, шахмат, қай интеллектуалды ойындар болсын, кішкентай кезімнен увлекаться етіп келдім. Кішкентай кезімнен бастап шахмат сияқты ойындарға қызығатын болғам. Сол Данияр, енді екеуміз замандаспыз, шыны керек, құрдаспыз, институтта қатар оқыдық. Мен мысалы туған Шыңғырлау ауданында, мүмкін басқа ауылдарда болған бар. Мен туған ауылымда Тоғызқұмалақ туралы мысалы үйірмеде болған жоқ, ондай ойын бар екенінде екінің бір білген жоқ та. Оқасын естиміз, білеміз. Өзің бала кезінен қалай бастадың? Сонда біздің облысымыздағы беткестар бапкерлердің бірісің, жетістігіңізді естіп жатырық. Сол туралы айтып өтсеңіз. Енді біздер отбасымызбен ойнаймыз. Біздер енді әкеміз кезінде үйретті, содан бастадық. Одан кейін мен ағам болды, Дәулет Әбдікәрім Заққалиұлы деген. Сол Дәулет біздің облысымыздың аға жаттықтырушы болды. Жалпы біздер мектеп кезінде ойнадық. Мен өзім туған жерім Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Саралжын немесе Мұхит ауылы деп айтады. Сол ауылда дүниеге келдім, сонда өстім. Сол мектеп талаларынан бастап біздер ойнадық, үйрендік. Сол аудандық жарыстарға келдік, облыстық жарыстарға келіп қатынасып жүрдік. Енді одан кейін белгілі себептерге байланысты оқуға түстік, оқуға түскеннен сол Тоғызқұмалақ жалғастырмай қалды. Былай енді ойнап жүрді, жалғастырмай қалды. Сол 4 жылдай ойналмай қалды. Ойнаған университетте ойнап жарыстарға қатысып жүрдік. Содан кейін мектеп қабырғасында жұмыс жасағаннан кейін, универді бітіргеннен кейін сразу номер 1-ші жалпы орта білім беру мектебіне направление жіберді. Сол мектепке дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болуға. Енді ол кезде білесіздер, направлениемен қай жаққа жібереді, сол жерде жұмыс жасауға міндеттісің. Сол мектепке барғаннан кейін мен бастауыш сыныптарға сабақ бере бастап, дене шынықтыру сабағынан сабақ бере бастадым. Сол қосымша өзім айналысып, балдар үйретіп жүрдім. 4-5 жылдай қосымша айналысып жүрдік. Үйірме ретінде? Просто жай хобби ретінде үйретіп жүрдік балдарға. Ол кезде ешқайда жұмыс жасаған жоқ, тек қана мектепте, спорт мектептерімен ешқандай байланыс болған жоқ. Жай ғана үйретіп, дайындап жүрдік. Содан кейін Дәулет айтты, сосын жарыстар болады. Содан кейін бізде кім деген болды, Бауыржан деген жаттықтырушымыз болды. Қазір ол кісі неге кетіп қалды, Талдау Жетісу облысындағы жаттықтырушы болып ауысып кетті. Сол Бауыржан Орал қаласының аға жаттықтырушы болды. Бауыржан келіп, маған келіп, Данияр, бізде осындай спорт мектебіне жұмысқа келшейші. Біз сен балдарын біз алайық, сен балдарын сол республикаға шығады, ары қарай балдарын дамытасың деді. Сосын жақсы деп келісіп, Бауыржан келіп қосымша біздерге біздің бірінші мектепте үйірме жүргізіп жүрді. Спорт мектебінің жанынан сағат алып, біздің дайындық жүргізіп жүрді. Сол арқылы кеттік, содан кейін сол спорт мектебіне орналастым. Сол арғы жұмыстарымызды жетілдіріп, енді қазіргі таңда осы жетістігіміз де бар, ауыз толтырып айтатын ата-анамен де байланыс бар. Енді Аллаға шүкір, бәрі қазір ойдағыдай жақсы. Өзің енді Тоғызқұмалақпен біраз жерге бардың, әлем чемпионатынан кейін облысымыздегі тұңғыш әлем чемпионаты өткенде наурыз айында ұлттық спорт түрінен үздік деген марапат алдың, үздік Тоғызқұмалақшыны алдың. Енді ол деген енді сенің Қазақстандағы үздік екеніңнің дәлелі, бірақ өзіңнен басқа, өзің қатарлы командаластарың ішінде, Қазақстанның басқа өңірлерінде қандай қарсыластарың бар? Кімдер мықты, қай өңірдің Тоғызқұмалақшылары жақсы деген сауал. Негізі қазір Тоғызқұмалақтың өте
қатты өсіп кеткендіктен нақты ана санап айта алмаймын да. Көп қазір. Мысалға барлық облыстан келеді, барлық облыстың таңдаулы ойыншысы болады. Әрқайсысында фаворит бар, фавориттары болады. Ол нақты басып айту қиын. Енді Темірбай Халымжан, ол мойындау керек, номер 1 рейтингте тұр. Ол кісі енді неше дүркін әлем чемпионы болды. Да, сол кісі фавориттар болып саналады. Любой жарыста, любой деңгейдегі жарыстарда. Енді бұлай өңірімізде енді Сағынбаев Жарасхан, Ануарбек Дархан сынды өзімнің командаластарым бар, қатар ойнайтын. Үшеумізде былай қарап тұрамын, мен оларды әлем чемпионына лайықты емес деп айта алмаймын. Қасымда жүр, қайсымыздың бағымыз жанады, қайсымыздың неміз бақпен бап қатар шабады. Сол алып кетіп жатамыз енді. Оларда бір деңгейде ойнап, бір жарыста, бір додада команда болып, командалы жарыстарда күресіп, жекелей жарыстарда команда болып дайындалып көреді. Солай. Енді екеуіңізге де ортақ сұрақ болсын да, Әсет. Енді шыны керек кейбір спорт түрлерінде төрешілердің бұра тартуы болады, қателесуі болады. Ал енді тоғызқұмалақта ондай кездескен жағдай болды ма, әлде бұл шынымен де өте таза, өте әділ спорт түрі ме? Біз енді шыны керек оны көп жарыстарға бармаймыз, көбіне өзіңнен ақпарат алып аламыз, жарысқа барып келіп дегенде. Соны бірақ ондай кезде білмейміз ғой, мүмкін төрешілердің бұра тартуы әлде әділ спорт түрі ме, соған жауап. Енді жалпы тоғызқұмалақ екі ойыншының арасында өтетін ойын ғой. Біздер енді жалпы тоғызқұмалақ 3 түрі бар. Классика деген түрі болады, рапид және блиц деген түрі болады. Көбінесе жаңағы қателіктердің көбі блиц түрінде болады. Не десеңіз, блиц ол ең шапшаң ойын түрі. Жаңағы екі ойыншыға бұрында енді 7 минуттан беріліп жүрді. Сізге 7 минут, бір партияға 7 минут. Бір ойынға 7 минуттан 14 минут беріліп жүрді. Қазір енді Қазақстан Республикасы тоғызқұмалақ федерациясы тоғызқұмалақ федерациясының шешімімен гостренер мемлекеттік жаттықтырушы ауысуына байланысты қазір кодекстарға енгізулер енуіне байланысты қазір блиц ойыны 5 минут 2 секунд болып өзгерілді. Сол енді блицта кішкене төрешілерден де ойыншылардан да кішкене қателік болуы мүмкін, кейде әділдік болмауы мүмкін. Жалпы негізі тоғызқұмалақ ең самый, мен өзім айта аламын, әділ өтетін төрешілердің ешкімнің көмегісіз жеңіске жететін ойын деп айта аламын. Кім мықты сол жеңіске жетеді. Кім мықты сол жеңіске жетеді. Төрешілер ештеңе енді жарыста енді ештеңе шеше бермейді ғой. Тек результат жазу керек болады. Қателік жіберсе ескерту береді енді. Андай ойынның тақтаның үстінде өзін дөрекі ұстап, өзін жаман қылықтармен танытып, әртүрлі қылықтармен эмоционалды нелер әсер еткізіп отырса, мысалы, ручка тықылдатып деген сияқты енді. Ол анда ескерту бере алады, енді ондай құқылар бар төрешілердің. Но ойынның барысына араласа алмайды. Максимум ойын біткенде ғана келеді құмалақтарды санауға, немесе сол блиц, рапид түрінде уақыт тығыз болғандықтан құмалақтар кейде шаршып жатып, құмалақ ойнап жатқан кезде ретсіз болуы мүмкін. Сол уақытта төреші келіп, көмектесіп, құмалақтарда екі спортшының көзінше санап беру. Оған дейін араласа алмайды. Спортшының өзі қателеспесе, төреші араласу жоқ дейді. Кейде енді жаңағы ойын әсет айтып отыр ғой. Ойын соңғы секундтар қалады ғой. Енді біздерде жаңағы бір жүрісте балалар 1 секундта 2 жүріс жасай алатын, 3 жүріс жасауға мүмкіндік болады. Мысалы, сол кезде концовка 10 секунд қалады, немесе 1 минут уақыт қалады ғой. Сол кезде жаңағы спортшылар не істейді ғой. Кейбір отауларда байлық тұрып қалады, сол кезде байлықты тарату арқылы кейбір отауларға түспей қалады. Сол кезде енді кішкене төрешінің несі болады, көмегі болады сол кезде. Ал былай енді сен ойын ойнап жатқанда төреші сен ана жерге отауға түспей қалды ғой, не болса мынаны жүр деп айтуға тиісті емес. Тек төреші екі ойыншының ойынын тек бақылайды. Біздерде сосын қазіргі таңда мына екі ойыншыға қателеспеу үшін, немесе жаңағы бірдеме енді тонкий нюанстар істемеу үшін камера қойылып жатыр қазір ойынға. Тақтаның үстіне камера қойылады. Сол камера егер ойынға қате түсіп кеткен жағдай, мойындамаған жағдайда камера қарау арқылы қатесін түзеп. Сосын ойынның белгілі бір стандарттары белгіленіп жатқан болар да. Өткен бұрында
мына пластмасс тақтаға ойнағанда сықыр болып әсер ететін еді ғой. Біздер ол қазіргі таңда бұрында енді пластик тақтамен ойналды, қазір стандартқа сай, қазір түгел жарыстарымыз ағаш тақтаға көшірілді. Қазір жарыстың барлығы ағаш тақтамен өтеді. Біздің даже облыстық жарыстарымыз, қалалық жарыстарымыздың барлығы ағаш тақтаға көшірілді. Ол міндеттелді. Ол дамуына жаңағы белгілі бір стандартқа көшірілген. Ол міндеттелді. Стандартқа сай, қазір стандартқа сай болып ағаш тақтаны белгіледі. Ол енді дамуға қосқан үлес қой. Иә, бір жағынан енді ойнағанда да қалай символически жақсы ғой. Тем пластиктен гөрі ағаш енді сосын жаңағы жүріс жүргенде де көп тарсылдамайды, қарсы жаңа басқа ойыншыларға кедергісін келтірмейді. Мысалы біздерде чемпионаттарда жоқ дегенде 300-350 спортшы болады ғой. Барлығы бір залда ойналады. Сол кезде жаңағы көп тықылдамайды, дыбыс шығармайды. Сол үшін қазіргі таңда осы сондай шешіммен, федерацияның шешімімен қазір ағаш тақтаға көшірілді. Ол енді шыны керек, осы жерде қай спорт түрлерін алсаңыз да бізге результат керек, нәтижеге жету үшін ақша керек, неше түрлі сборлар өткізіп керек, анда бару керек, мында бару керек, ақша жетіңкіремей жатыр деген әңгіме бар. Осы кезде мысалы ағаш тақта не болар? Арзан емес болар, ол жеткілікті, облысқа жеткілікті қолдау бар дегеннен кейін облыс өткізсек те, республикалық жарыстар өткізсек те, ол барлығына жеткілікті ғой. Қазір жеткілікті. Біздерді жаңа 3 спорт мектебін айттым ғой. Орал қаласында барлық спорт мектептері ағаш тақтамен қамтамасыз етіліп тұр қазіргі таңда. Сағаттармен де ағаш тақтамен қамтамасыз етіліп. Жалпы біздің облысқа жететін, жарыстарымызға жететін ағаш тақта бар. Және қосымша жаңа өзіміздің спортшыларға да тоже айтылды, егер жаңа мүмкіндігі бар ата-аналар тоже өздеріне үйге дайындалуға тоже алып заказ беріп алдырып отыр қазір. Қазір қай спорттың дамуы үшін, ол алға ілгерілеу үшін спортшылардың арасында, аудандардың мектептердің арасында бәсекелестік болған жақсы ғой. Сол бәсекелестік қалай, біздің кенже қалып жатқан аудандар бар ма, немесе ілгері дамып жатқан аудандар бар ма, Орал қаласынан бөлек сояғында? Жалпы енді жаңа Батыс Қазақстан облысы ардагерлер болсын, ересектер болсын, жастар болсын, жасөспірімдер болсын, барлық чемпионаттарға тұрақты түрде қатысады негізі. Тұрақты түрде қатысады, жүлделі орындарымыз да бар. Біздер енді Қазақстан бойынша үздік 4-тікте, 5-тікте тұрған облыстың қатарындамыз. Біздер енді жыл сайын рейтинг шығарады, сол рейтингте сондай нәтиже көрсетеміз. Жалпы қазіргі таңда кезінде ойнаған ойыншылар, кезінде мықты деген ойыншылар қазіргі таңда біздің облысымызға жаттықтырушы болып қызмет атқарып жатыр. Солардың бірі Мателов Сайлан. Мысалы, Мателов Сайлан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлемнің күміс жүлдегері, қола жүлдегер атанды, Азия чемпионаты, Азия кубогының чемпионы атанды. Сол қазір Бөрлі ауданының аға жаттықтырушы. Мысалы, онда мысалы шәкірттері жақсы жетістіктер көрсетіп жатыр, жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Енді Бөрлі ауданы қазіргі таңда жақсы нәтиже көрсетіп тұрған облыс аудандарымыздың бірі. Содан кейін жаңа екінші Жаңақала ауданы бар. Жаңақала ауданында Шөттенов Қайрат деген бапкер бар. Сол бапкер қазіргі таңда жақсы нәтиже көрсетіп үздік аудандардың қатарына көрініп жүрген аудандардың бірі. Қазіргі таңда сосын жақсы дамып жатқан аудандарымыздың бірі ол Бәйтерек ауданы. Енді Бәйтерек ауданын білесіздер, қаланы айналып жатыр. Қаланың айналасында орналасқан аудан болғанмен кішкене орыс мекенді аудандардың бірі ғой. Орыс көп халық жаңа орыстар. Бірақ соған қарамастан Думан Мұғал деген Шанов Думан үлкен шағын көші. Сол үлкен шағын ауданында тұрады. Сол ауданда қазір ауылды дамытып, ауданды дамытып қазіргі таңда жақсы нәтиже көрсетіп жатыр. Оларда үлкен жетістік көрсетті. Мысалы былтыр бір шәкірті 9 жас қыздар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы атанды. Ол енді үлкен жетістік. Кенже қалып жатқан аудандар? Кенже қалып жатқан аудандар бар. Қазір атап айтатын болсам, Жәнібек ауданы қандай жарыс болсын, чемпионат болсын, біреуіне қатыспайды. Казталовка ауданы мүлдем қатыспайды. Шыңғырлау ауданы біресе келеді,
кейбір жарыстар қатысады, кейбір жарыстар қатыстырмайды. Ақжайық ауданы тоже. Шыңғырлауда Мейрамхан ба? Жоқ, онда енді қазір Мейрамхан енді бұрында жаттықтырушы болып қызмет атқарды, қазір енді оның орнына өзінің шәкірті Айдарбек деген ініміз жұмысқа орналасып, сол қазір жұмыс атқарып жатыр. Ақжайық ауданы бар. Сосын қандай ауданы бар? Басқалар сол, Қаратөбе ауданы бар. Бұрында ағайымыз болған. Қазір ол кісі пенсияға шығып кетті. Соған байланысты енді қазіргі таңда Қаратөбе ауданында дұрыс бар. Кішкене тұралап қалды дейсіз ғой. Иә. Неге жарыстар қатынасулары өте нашар. Ауданды айттық, республиканы айттық, енді әлемдегі 9-құмалақта нөмір 1 енді Қазақстан болар, соған түсінікті ғой. Әсет, енді әлемдік деңгейде өзің айтып жүрсең, әлемдік додаларға қатыстың, бақ сынаудың, әлем чемпион болдың. Қай елдің спортшылары мықтырақ? Монғолияға ойнайды, Қырғызстан, Өзбекстан бар. Әр елде ойнайды ғой, қазір қарқынды дамып келе жатыр. Ең атап өтетін Қырғызстан мемлекеті ғой. Қырғызстан мемлекетінде Жамакиев Анарбек деген ойыншы жақсы ойнайды, фаворит. Әлем чемпионатында тек соған ғана ұтылған болатын. Ойындарда қаншама қарсыластармен кездескенде. Монғолияда да ойыншылар бар жақсы. Өзбекстаннан да келеді ойыншылар мысалы. Қарқын дамып келе жатыр, бірақ Қазақстан сіз айтқандай бізде конкуренция көп болғасын, былай біздің Қазақстанымыздың деңгейі енді ересектер арасында өте тартысты өтеді. Біз соңғы әлем чемпионатында, енді бұрында 9-құмалақ чемпионаты, әлем чемпионаты десе, сол өзіміздің Орта Азия бар, Ресейдің Алтай аймағы, Монғолия, Баян-Өлгей. Сол өткенде соңғы әлем чемпионатына қарасам, Америка, Швейцария, тіпті Колумбиядан келген спортшы қола жүлдегер атанды ғой. Классика түрінен 3-ші орынға қола жүлдегер атанды. Одан бөлек тағы қай елдерден? Европадан да біраз елдер келеді одан. Иә, Литва келді. Латвиядан келді. Чехиядан. Америка келді. Турция келді. Оңтүстік Америкада. Оңтүстік Америкадан жаңа Колумбия. Сосын қай мемлекеттер? 17-18 мемлекет болды ғой. 20-дан астам. Чехияда жыл сайын турнир өтеді, Чех Опен. Түркияда өтеді? Турцияда. Түркияда жыл сайын 2 жарыс, 3 жарыс қалай солай өтеді Турцияда. Ол енді жарыс атаулар өзгеріп тұруы мүмкін, бірақ тұрақты өтіп жатыр. 5-ші әлем чемпионаты сол Турция елінде өтті, Анкара қаласында. Анкара қаласында өтті. 5-ші әлем чемпионаты. Жоқ. Енді болайын деп жатқан өтеді ол берсі. Жоқ, мына кім Ализалар орнап 3-ші қола жүлде, 5-ші әлем чемпионаты. 19-да екен. Біздің қыздар да жақсы ғой осы. Жоқ, жалпы бар ғой, қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында мықты деген спортшыларымыз бар. Атап айтатын болсам, Сағынбаев Жарасқан, Қайыржанов Әсет, Матилов Сайлан, Ерниязова Ализа, тағы бар. Карина Аида, Болыспай Сандуғаш деген. Қазір біздер жастарымыз да жақсы өсіп жатыр қазіргі таңда. Біздер жастарды жаңа неге айтып өтін? Былтыр тұңғыш рет оқушылар арасында әлем чемпионаты өткен болатын Алматы қаласында. Иә. Сол 17 мемлекеттен келді. Сол 17 мемлекеттердің арасынан Оразмұхамед Самира деген спортшымыз 17 жас қыздар арасында чемпионаттан көк байрағымызды желбіреткен болатын. Ол біздің облыстың қызы. Біздің облыстың қызы. Тағы бір қыз болды. Сосын 15 жас қыздар арасында Ешімхан Альбина деген спортшымыз күміс жүлдегер атанып, тоже бөркімізді аспанға лақтырған болатынбыз. Ол енді жалғыз Қазақстанның жетістігі емес, біздің облысымыздың жетістігі деп ойлаймын. Сол кезде жаңағы Самира біздерде жыл сайын қорытындылайды ғой. Жылды қорытындылап үздік спортшыларды анықтайтын болады ғой. Сол спорт басқармасының атынан Оразмұхамед Самира жыл спортшысы атағын ие болып, жаңағы ақшалай сый-сияпатқа ие болған болатын. Ақшалай жағынан да қолдау болып тұрады дейсіз ғой. Мысалы, велоспортты айтамыз, жеңіл атлетиканы айтамыз, өткенде шаңғыны айттық. Ондай спорт түрлерінде мысалы
өзге ұлт өкілдерінің саны басым. Оны жасырып қайтайық, енді олардың жетістігіне біз де қуанамыз, ол не керек, оны жасырып қажет жоқ. Ал енді тоғызқұмалақта біздің өзіміздің облыста тұратын немесе басқа өңірлерде өзге ұлт өкілдерінің қызығушылық танытып, содан нәтиже көрсетіп жатқандар бар ма солардың арасында? Әлде тек қана кілең өзіміз қара көздер ма? Оның барлығы не сияқты ғой? Қаражатқа келіп тіреледі. Бір нәрсе даму үшін енді өзіміздегі адамдарды шетелге оқуға болсын, мысалға жұмысқа болсын, осы тоғызқұмалақты дәріптеу мақсатында сондай етіп жіберсек, ол дамытуға болады, қарқынды деңгейде дамытуға болады. Енді оның бір емес, 5-6 адамды жан-жаққа тарату тоже қиын шаруа негізі. Ол ақшалай қаржыландыру керек, оның визасын алу керек, несін алу керек. Жоқ, мен айтайын дегенім, біздің облыс құрамасында немесе Қазақстан құрамасында өзге ұлт өкілдері бар ма дегенім ғой. Өзге ұлт өкілдері қызыға ма? Біздің елдегі өзге ұлт өкілдері тоғызқұмалаққа қалай қарайды дегенім ғой. Өткенде жаңа жеңіл атлетика болсын, велоспортта болсын, орыстардың саны басымырақ та қазақтардан гөрі. Тоғызқұмалақта жуа жоқ, қазақ ұлтының өкілдерінің саны басым екені анық, бірақ өзің мектепте жүрсің, қос тілді мектеп қой, бірінші мектеп, сол тек қана қазақ тілі ме? Сол сіздердің арасында. Жоқ, жалпы бар ғой, менің ойымша жергілікті облыстың тұрақтануына байланысты. Мысалы, біздің Батыс Қазақстан облысы енді қазақ деуге де қазақтар көп шоғырланғанда бар, орыста 50-50 ғой. Мысалы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Қостанай облыстарында, Павлодар облыстарында өзге ұлт емес, бірақ орысша сөйлеп, бірақ ойындары ойнай береді. Бірақ енді орыс тілді көбіне олар. Сондай, бірақ біздерде андай жаңағыдай легионер дегендер ондайлар жоқ. Жоқ, жалпы ондай спортшылар бар, мысалы. Қазір Карапуш Анастасия деген Павлодар қаласының жетек алдыңғы қатарлы үздік ондықтағы спортшы. Өзге ұлт өкілі десек болады. Негізгі да? Жоқ, негізгі аталар неміс сияқты. Неміс ау деймін. Сосын Қостанай облысында бар. Карапуш емес, Фос болды бұрын. Фос. Фамилиясы қазір тұрмысқа шығуына байланысты фамилиясын ауыстырған. Қостанай облысында бар да, тоже әсет. Орыстар да. Спортшылар бар. Спортшылар бар, енді былай. Сосын тағы бір мәселе, сіз дәке бапкерсің, сіз бапкер жолды баставатсыз, қазір ересектер арасында жаңадан баставатсыз. Осы бапкерлерді енді өз қазанымызда қайнаған өз алдына, өз облысымызда жүрген өз алдына, басқа өңірлерге шақырып, немесе белгілі бір дәрежеде повышение квалификация сияқты біліктілік жоғарылату курстары өтіп тұра ма бапкерлерге? Өзің бардың ба, оқыдың ба? Сондай сертификаттар беріле ма? Өткен деген оққан жағдай. Өткен, мысалы, даму үшінде, бапкерлің біліктілігі даму үшінде оқытқан артық етпейді ғой дейміз ғой, сондай жағдайлар қалай болып тұрады? Біздерде жыл сайын Қазақстан Республикасы тоғызқұмалақ федерациясының президенті Әлихан Бәйменов ағамыз жыл сайын семинар өткізеді. Биыл осы Астана қаласында өтті. Сол семинарда жаттықтырушыларға арналған тоже бірге семинар өтеді. Сол кезде жаңағы жаттықтырушылар төрешілік қызметке байланысты семинарлар өтеді. Сол кезде жаңағы арнайы сертификатпен марапаттайды. Сосын жаңағы сол семинарда жылдық қорытындылайды. Біздер былтыр үздік қала номинациясына ие болдық. Тоғызқұмалақтан үздік қала номинациясына ие болдық. Біздер жаңағы ерлер арасында командалық чемпионат өткізген болатынбыз. Сол чемпионат үздік деп аталып, сондай марапатқа ие болдық. Сонда былай қарап тұрғанда тоғызқұмалаққа деген көзқарас қазір елде жақсы. Жалпы өте жақсы. Спорт басқармасы болсын, Батыс Қазақстан облысы спорт басқармасы болсын, Орал қаласы дене шынықтыру және спорт бөлімі бар. Барлығы білім бөлімі болсын, барлығы жақсы. Бізде бір енді айта кететін жай, тұрақты түрде зал керек бізге. Зал. Мысалы қарап тұрсам, Павлодар облысында шахмат үйі деген бар. Жаңа 2 қабатты.
арнайы жаңағы шахматқа немесе тоғызқұмалаққа арналған. Арнайы парталары бар, барасында тек балдарды отырғызып немесе жарысты сразу сол жерге отырғызып не істей қоясың, өткізе қоясың. Барлығы дайын тұр. Иә, дайын тұр. Біздерде сондай зал жетіспейді. Қалған енді барлығы қарастырылған. Жарыстарымызға тұрақты түрде қатысамыз, тұрақты түрде қатынасып жатады. Енді бізге сол жетіспейтін зал. Сонда барлық облыстың спортшылары тіпті бірлескен оқу-жаттығу жиын өткізуге де сондай заллар болса ыңғайлы дейсіз ғой. Потому что бірінші мектеп өз жерінде, екінші спорт мектебі өз жерінде, аудандар өз жерінде, мына жақын жердегі аудандарды шақырып сондай зал болса бір жерге шоғырландырып, бұл спортшылардың біліктілігін арттыруға да болып септігін тигізеді, сбор сияқты. Мысалы естігемін, өтірік расын білмеймін. Бір жекпе-жек спорт түрінің бапкерін тоғызқұмалаққа аға жақтыртушылық қойып, ол деген күнде жүгірте береді дейді да, тоғызқұмалақшыларды. Ондай да болып тұратын бар енді. Жоқ, ондай біздің облыста ондай жағдай болған жоқ, болған да емес, болмайды да. Потому что біздер қазіргі таңда федерация жақсы жұмыс жасап жатыр, жақсы жұмыс бастап жатыр бұйырса. Біздер енді алдағы уақытта ондай жаңа қателіктерді вообще жол бермейміз біздер. Бұйырса біздер биылдан бастап осы жақын арада Батыс Қазақстан облыстық тоғызқұмалақ федерациясы президент сайлаған болатынбыз. Манкеев Мұхтар Наурызбайұлы деген кісіні сайладық. Бұйырса енді ол кісі қолдау білдірем деп өз уәдесін берді. Алдағы уақытта осы үлкен күшін салам, дамытам, насихаттайым деп уәдесін берді. Енді бұйырса енді көреміз енді. Алда енді үлкен жарыстарымыз тұр. Ерлер арасында командалық чемпионатымыз тұр. Одан кейін жаңа май айында жасөспірімдер арасында, балалар мен кіші жасөспірімдер арасында облыстық чемпионатымыз тұр. Енді соны көреміз енді бұйырса. Мұхтар Наурызбайұлы Манкеев тоғызқұмалақ федерациясының облыстық президенті болып, дамытам деп уәдесін беріп, сайланды. Енді қай спорттың болсын дамуына елдің туысы көтеріліп жатқаннан кейін кім күнде болғасын мүдделі болған дұрыс. Сізге де бапкер болып жүргеніңізбен әлі спортшылық тоқтатқан жоқсыз. Болашақта тағы да әлемді бағындыруға тілектеспіз. Енді өзіңіздің алып қосарыңыз болса, қане айтуға болады тағы да спортшылардың біліктілігін арттыру үшін қандай жағдай туындаған жақсы жаңа Дәкең айтып кетті, не істеу керек екенін. Өз ойыңыз болса, ересектерді қалай жинауға болады басын біріктіруге? Жаңа айтып отқандай, негізі бір точка керек, бір сбор. Бәрін бір жерін бас қосатын бір сбор болған жақсы ғой. Қанша аудандардан келсе де, қанша спортшы келсе де бір жерге шоғырландырып, бір оқу-жаттығу жиын өткізіп жіберге, мысалы біздер әрқайсысын барып нетіп аралап жүргенде, бізде мысалға мастер-класс өткізу керек болса да, барлық спортшыларды жинай алмаймыз да қатар, барлығын. Мысалы аудандарда жасөспірімдер бар, жастар бар, жақсы дамып келе жатқан. Солардың барлығын бір жерге жинап шоғырландыратын орын болса, жақсы. Бұлай негізі тоғызқұмалақ қазір Оралда жаман емес. Оралда болсын, Батыс Қазақстан облысында болсын, жаңағыда айтып отқандай. Жаңағы ауданы, Бәйтерек аудандарында, Ақсайда мысалы жақсы дамып жатыр ол. Жасөспірім менің бұрынғы кезімге қарағанда тартысты өтеді. Жасөспірімде, жастарда мен жасөспірім кезімде жасөспірімге де шығатын едім, жастардан отбордық жастарға да баратын едім. Қазір ондай шанс жоқ кішкентай балдарда. Кезде сонда жасөспірім жасыңда жастар арасындағы облыс чемпионатын жеңіп алып жүрдің, онда тартыс болған жоқ. Қазір керісінше. Қазір конкуренция көбейді. Қазір ересек балдар, ересектің ұтып ала қояды. Ондай қатты бір не қоймайды. Кішкентай кезімнен бастап бізде облыста енді спортшылар саны аз болғандықтан енді жақсы ойнап жүргесін, Қазақстанда чемпион болғасын, келесі жылдан бастап уже үлкендер құрамасына енгізіліп, үлкендермен жарысқа шығып жүрмін. Командалық үлкендердің арасында, Қазақстан Республикасында қай жарыстар болса да, үлкендердің арасында өзім бағым сынап жүрмін. Соның арқасы шығар, осы короткий срокта Азия чемпионы болдым, әлем чемпионы болдым.
енді үлкендермен ересектермен ойнаған орны бөлек. Ересектермен ойнап келем, ұтамын, сөйтіп келем, өз жасыма келем енді. Ересектермен ойнаған ғана разница қатты болады ғой. Өз жасымда Қазақстанда чемпион боламын сосын. Сондай мына конкуренцияның арқасында өсті дейсіз ғой. Конкуренция ол кезде, мен ересектерге көп шыққанның арқасында өстім. Шеберлермен көбірек сынасқаннан кейін, өзіңде шеберлігің арттырды. Қазір Тоғызмақын деген ондай емес. 14 жастағы бала 18 жастағы баланы талмайды. Қазіргі 14 жастағы балалар бұрында мен тоғызмалық интеллектуалды ойын шахматпен салыстыратын болсақ, шахматшылар енді алдын ала біраз ход жүрісті жоспарлап тастайды ғой. Қазір балалардың өздері де қалай ол, мысалы 11 жастағы 14 жастағы балалар ең болмағанда облыс чемпионатын ұту үшін алдын ала неше жүріс жоспарлап тастаған дұрыс болады. Әлде оның белгілі бір нормативі жоқ қой енді әрине. Баланың әрқайсысының өзінің несіне интеллектуалдық мүмкіндігіне байланысты болар, иә. Енді ойлау қабілетіне байланысты ғой бәрі. Ойлау қабілеті емес. Талант балдар бар да. Талант балдар бар. Ол ойынның ортасын, ойынның басын, ойынның ортасын, ойынның аяғынан уже есептеп отыратын адамдар бар. Ойынның ортасы өзінің зеректігіне байланысты кетеді көбінесе, дайындығына, несіне. Ойынның аяғы да ол қатты дайындыққа зависит. Ойынның концовка дейді ғой. Концовкада көп андай көзді үйретіп, көзін нетіп, андай көп позицияларды көріп, андай тығырыққа тірелген ситуациядан тез шығуды үйренген дайындықтың арқалары болады. Қазіргі білмеймін енді, бірақ деңгейі екі түрлі кішкене. Мысалы, спортшы тоғызмақшта өте спортшы, ол интеллектуалды спорт, жекпе-жек түріне алғанда, басқа спорт түріне алғанда қиындау, шыны керек, мораль тұрғыда. Бірақ қай спорт түрлерін алсақ та, мысалы күреске кетіп қалған балалар болсын, футболға кетіп қалған балалар болсын, жарыс деп жүреді, анда кетіп қалады, мында кетіп қалады, сабақтар қалып қояды. Мысалы, неге өзің тоғызмалақшылар баптап жүрсің, әсетте өзің бастап жатсың жаңадан. Өзің тоғызмалақпен айналысып жүрген кезде, мектепте оқып жүрген сабағың қалай болды? Қазір тоғызмалақпен айналысып жүрген балалардың сабақтары қалай болды? Қазір енді мына тоғызмалақ интеллектуалды ойын ғой. Оған енді андай двоечник, троечник балдар келеді деп айта алмаймын. Жақсы оқитын балдар келеді ғой, негізі. Бірең-сараң енді троечниктар деп айтуға. Көбінесе жаңа 5-пен, 4-пен, 5-пен оқитын балдар. Сосын жаңа тоғызмалақта айналысқан бала ентадан да жақсы балдар жақсы жинайды. Жақсы бала жинайды, жақсы оқу орнына түсіп жүр. Тоғызмақшылардың миы үнемі жұмыс істеп тұрады ғой. Ол деген сабақтардағы бір задача болсын, не болсын, ауызша сабақтар болсын, ол миы істеп тұрғасын, любой нәрсені закоротке срок қабылдай береді да. Мен мысалы жарыстар шығып кетем, программа қуып жетіп аламын, оп-оңай. Келем, бір-екі тақырып қалып қойсам да, тезірек қуып жетіп аламын, болды. Ол жағынан проблема болған жоқ. Тоғызмақшыларда есептеу бөлек болады, қабылдау бөлек болады уже. Жоқ, ол не ғой? Енді ми жұмыс істеп жатқан жерде, енді сабаққа келгенде де сол ми керек қой, енді в основном случай. Ол енді адамның өзіне де байланысты деп ойлаймын. Мысалға, ондай физический спортпен айналысқан, жақсы оқитын балдарды танимын. Олар сабақтарында былай да алып жүрген. Ол адамның өзіне де байланысты деп ойлаймын тоже. Бұл жерде енді шыны керек, басқа спорт түрлеріндегі балаларды кемсіткен емес, десе де, ол өмірде кездесіп жатқан жағдай болғаннан кейін сұрап жатыр. Мысалы, күреспен айналысып жүріп, алтын белгімен бітірген балдар бар ғой, десе де, сол жағынан қалай деп қызық қой. Ол жерде менің алып қосарым бар. Мысалы, бірінші ата-анаға байланысты. Ата-ана қалай талап қояды баласына, бала солай жұмыстанады деп ойлаймын. Содан кейін енді ата-ана талап қойғанда бала жұмыстанады ғой. Негізі баланың өзіне де байланысты. Үлгерейін десе, бәрін үлгереді. Үлгермейтін адам қанша жерден дайындалсаң да, қанша жерден оқысаң да, болмайтын нәрсе бәрі болмайды. Үшпен оқитын тоғызмалақшылар да болады дейсің ғой. Бар. Енді бес сөзсақ бірдей емес қой. Бірақ енді басым көпшілік сабақтан жақсы болады негізі. Тоғызмалақта басым көпшілік. Шахмат, шашки тоже солай ма?
Рахмет Шашкидан хабарым жоқ. Мен ол жақта спортшылардың нелері хабарым жоқ. енді біздер енді шахмат шашки дейміз енді Былай, жаттықтырушыларын танығанмен енді олармен тікелей байланыс жасай алмаймыз ғой. Дайындықта отыр оны білмейсің, ол қандай жағдайда болады. А біздер мысалы баламен жұмыс жасағанда уже баланың психологиясымен де жұмыс жасайсың. Кейбір балдар болады мысалы жүзі жадырап келеді, мысалы көңілді болып келеді, кейбір балдар келеді мысалы көңілсіз отырады. Оның бәрі үйдегі атмосфераға байланысты. Үйде бәрі жақсы болса балада да жақсы болады, нәтижесі де жақсы болады. Қазір бұрынғыдай емес, қазір ғаламтордың заманы ғой. Көп балалар телефонмен әуес. Сол телефонды балалар қойдырту керек негізі. Телефонды қойдыртса нәтиже де болады, білімді ұрпақтарымыз да көп болады, саналы ұрпақтарымыз да көп болады. алаңдап кету көп дейсің. Иә, біздің балаларымыз қазір миларын шынымен қазір телефон жеп қойған. Қазір мен мектеп табалдырығында жұмыс жасаймын, баланы 5 минут қойып қойсақ, қазір жай өзің қойып қоятын болсаң, уже 5 минут сол телефонда отырады. Сенің мысалы не айтып отқаныңды білмейді олар. Сондықтан бірінші есеп очередь баланы телефоннан аластатуымыз керек. Алшақ ұстауымыз керек. Нормасын қою керек қой бір сөзбен. Енді Батыс Қазақстан облысы қазіргі жетістігімізден алдағы уақытта одан да үлкен жетістік күтеміз деп ойлаймын. Неге десеңіздер, қазіргі таңда жаңа бұрынғы ойыншыларымыз, жаңағы Сағынбаев Жарысқан, Әнуарбеков Дархан, Қайыржанов Әсет, Ерниязова Ализа, Ерниязова Дильназ, Ахметқали Бауыржан, мықты спортшыларымыз қазіргі таңда осы біздің спорт мектептерімізге жұмысқа кіріп жатыр олар. Жұмысқа кіріп жатыр. Енді олардың шәкірттері енді өздеріне мықты спортшы шығады деп ойлаймын енді. Алдағы уақытта жаңа өзің айтып кеткендей 4 дүркін болсын, 5 дүркін болсын, бұйырса әлем чемпиондары шығады деп ойлаймыз. Мұндай чемпиондар Қазақстанда бар ғой? Иә, Қазақстанда бар. Иә. Әсел Дәлиева неше 11 дүркін ба? 9 дүркін. 11. Иә, 11 дүркін. 10 или 11. Әлем чемпионы. Мысалы біздің де былай шатасып отқанымыз, кейбір кісілерді жаңа жарысқандарды білгенімізбен олармен бек сөйлеспегеннен кейін мысалы насихаттың аздығынан да кішкене тосылып қалып жатырмыз осы жерде. Сондықтан енді болашақта осы тоғызқұмалақта басқа спорт түрлері сияқты өзінің биігін шыңына жетсін деген тілек бізден. Тек қана сізге сәттілік, енді бапкерлік жана бастап жатсыз. Спортсмен, тренер, кішкене екі бөлек сфера. Сосын мынандай бола ма, мысалы қай спорт түрлерінде болса да ана жеңіске жеткен жігіт эмоциясын ұстай алмай айқайлап жіберіп жатады. Енді тоғызқұмалақта жарыстарында ондайлар болып тұра ма? Әлде біздің студияда айтып тұрмын жеңдім. Біздің тараптан білмеймін енді. Мен Әсет енді 2 дүркін әлем чемпионы болғанда қасында болдық қой. Білмеймін, онда эмоция білдірмеген сияқтысың Әсетте. Тоғызқұмалақшылар көбінесе сабырлы болады ғой негізі. Эмоцияларын көп спортшылар эмоцияларын ұстайды, андай футболдағыдай күрестегілер ақырып жекіріп жатыр. Ондай жоғынан ол жерде уже тақтан үстінде сен ұттың, енді ондай етіп айқалы оң. Бізде уже тоғызқұмалақта қарсыласын сыйламау деген сияқты түсінікте ғой негізінде. Тып-тыныш бұның ойынның нәтижесін білдің, ұттың, қолыңды бер, қол алсыңдар, кеттіңдер. Болды. Тақтан үстінде соперник, өмірде дос, ондай нәрсе ол бізге тоғызқұмалаққа жат көрінеді негізінде, айқайлап нетіп. Енді бұлай енді эмоционал бүйтіп, андай жесттармен қуанатыны бар, бірақ содан артық кетпейді көп спортшылар. Көрмеппін айқайлап нетіп шыққандарын. Ребрендинг жасадыңдар ғой айтпақшы. Ребрендинг болды ғой. Федерацияның жаңа логотипін жасадыңыздар облыстық. Енді біз енді биыл жаңа айттым ғой, президент қойдық деп, сол президент қойдық. Содан кейін енді өзім атқарушы директор болғандықтан жалпы мына Батыс Қазақстандағы спортшылардың, жаттықтырушылардың мән-жайын барлығын білемін ғой. Өзім таныс жігіттер, күн сайын араласып жүрген жігіттер. Сондықтан жаңа басшы келгендіктен өзім жаңа логотиптен бастадым. Бірінші логотипіміз жаңа туымыз ғой. Туымызды дұрыстап, нық қылып істеп алайын деп содан бастап жатырмын. Енді алдағы уақытта бұйырса жаңағы спортшыларды қадағалайтын боламыз, жарыстардың өту барысын қадағалайтын боламыз.
кәдімгі бұрында енді жарыстарымыз кәдімгі салтанатты түрде ашылу салтанаты, салтанатты түрде жабылу салтанаты, ойынның және жарыстың өту барысын барлығын түгел қадағалап бұйырса үлкен деңгейге жеткізетін боламыз. Бұйырса енді ертең ана кім Мұхтар Наурызбайұлы бұйырса Тоғызқұмалақ федерация вице-президентін сайлайды. Бұйырса вице-президент, атқарушы директор және жаттықтырушы, бас жаттықтырушы және болады. Бас жаттықтырушымыз Сағынбаев Жарысқан Еламанұлы болады. Мен атқарушы директор боламын. Мұхтар Наурызбайұлы президент, сосын вице-президент, төртеуміз жалпы осы Батыс Қазақстан облысына Тоғызқұмалақты дамытамыз. Одан да үлкен деңгейге жеткіземіз деген ойдамыз. Біздің енді бұйырса алда үлкен жоспарларымыз бар, алда үлкен жарыстарымыз бар. Бұйырса мына Әсет бар, Жарасқан бар, Дархан бар, барлығы бұйырса мына әлем чемпионаты, 7-ші әлем чемпионатына қатысайын деп отыр. Әнуарбек Дархан деген спортшымыз жаңағы 5-ші рет Қазақстан Республикасында өткен Астана қаласында 5-ші қысқа көшпенділер ойнады. Соған іріктеу қатысады. Бұйырса енді жалпы біздің қай жарыстар болмасын мықты дамып келатыр. Ардагерлер арасында да чемпиондарымыз бар. Қазіргі таңда ардагерлеріміз Әсет Нишак ағай ұстазы, Қанапия Қайыпбергенов, Айтбай Тастайбеков деген бар. Одан жаңағы біздің алдымызға дейін Батыс Қазақстан облысының аға жаттықтырушысы Шакир Әсет деген. О да қазір енді жасы келгендіктен ардагерлер арасында қатысып, былтыр жүлделі 3-ші орын алды. Чемпионаттан оның өзі біз үшін үлкен жетістік, үлкен мәртебе. Мына көшпенділер ойын деп қойды, биыл Астанада қабылдайды. Соған біздің облыстан іріктеуге түсініп тұр ма, әлде іріктеліп тұр ма? 2 этаптан тұрды ғой. Этап. Қазақстан чемпионаты болды жекелей, классикадан. Қазақстан чемпионатында бірінші 1 мен 4 арасы 1, 2, 3, 4 орын алған спортшыны бөлек іріктеу өткіземіз деді. Ал Қазақстан чемпионатынан 1 мен 2 автомат, да? Жоқ, 1 мен 2 әлем чемпионатына жолдама алады. 3 пен 4 орындар әлем кубогына жолдама алады. Сол төртеуін, төрт мақтын біріктіріп, көшпенділер ойына жеке дара іріктеу болады. 2 этаптан тұрады. Бір сөзбен айтқанда көшпенділер ойына өту. Соған Әнуарбек Дархан бұйырса облысының атынан қатысады. Еліміздің атынан қатысады. Облысымыздың спортшы еліміздің атынан қатысады. Іріктеуден өту керек па, өтіп тұр? Өту керек. Бірінші этапына өтіп тұр, енді екінші этапына қатысады. Екінші этапына өтетін болса, екінші этапта үздік 4 адамнан 4 спортшы іріктеледі. 4 адамның 2-і барады. Ал бұйырса Әсетпен жарасқан 7-ші әлем чемпионатына жолдама алып отыр. Бұлар облысымыздың емес, еліміздің намысын қорғайды. 7-ші әлем жаңағы Түркияда өтеді ода? Түркия. Қарашайында. Жыл сайын қарашада өтеді деймін да, нелері. Әлде бізде оқушылар арасында әлем чемпионаты қарашада өтті ме? Біздерде былай ғой, жыл сайын жылдық не шығады ғой, регламентте жарыстар бекітіліп қояды негізі. Биыл енді бір себептерге байланысты кейінге шегеріліп жатыр негізі. Негізі апрель айында өту керек еді 7-ші әлем чемпионаты. Себептерге байланысты кейінге шегеріліп жатыр. Сосын онда дамыту, спортшы жаттықтырудан бөлек, жарыстардың да өзінің септігін тигізеді ғой, спортшы ретінде дамуын, жастардың болсын, жасөспірімдердің, ересектердің де. Біздің облыста мысалы чемпионат жылына 1 рет өтеді. Одан бөлек аудандық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі жарыстар көп болатын ғой. Біздер енді чемпионат 1 рет өтеді жылына. Олар енді жаңа жасөспірімдер чемпионаты, жастар чемпионаты, ересектер чемпионаты, ардагерлер чемпионаты болады. Командный чемпионат болады. Осы чемпионатта іріктейміз. Біздер енді бұрында жаңа Әсет айтып кетті ғой, конкуренция аз болды деп. Қазір енді действительно конкуренция көп қазір. Сен жүрші қазір таңда сен жүр деп ешкімді алып кете алмаймыз біздер. Олай алып кетуге міндетті емеспіз. Өйткені неге? Бізге спортшылар саны көп қазір қатысады. Сол спортшылардың саны көп арқылы, көп болуына байланысты бізді іріктеу өткізіп, 1-ші немесе 2-ші орын алған спортшыларды Батыс Қазақстан облысы сатына алып, Қазақстан Республикасы жекелей чемпионаттан немесе командный чемпионатқа жолдама алып,
чемпионатқа қатыстыратын боламыз. Енді бұйырса ертең мына мамыр айының 3-8 аралығында Бәйтерек ауданы Переметный ауылында балалар мен кіші жасөспірімдер арасында чемпионат, жекелей чемпионат өтеді. Ол кіші жасөспірімдер дегеніміз 9 жас, 11 жас, 13 жас аралығында классика, рапид, блиц 3 түрінен іріктеу жасаймыз чемпионат. Содан 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған спортшыларды Қазақстан Талдықорған қаласында өтетін жасөспірімдер чемпионатына алып баратын боламыз. Сосын мына қаржы жағына дейміз. Ол енді қанша жеріне ұлттық спорт болсын, қанша жеріне өзінің спорты болса да, ол жетістікке жеткен спортшы қай жағынан да ол жаңа марапатталу керек, өзіне керек заттарын алу керек. Мысалы, әлем чемпионаты болсын, Қазақстан чемпионатына атанған кейбір спортшылардың бапкеріне де, өзіне де жаңа өтемақы, шәкіртақы беріледі. Мына тоғызқұмалақшыларда осындай. Жалпы ол негізі жаңа сіз айтып отқан жұмыстардың барлығы негізі федерацияның жұмысы ғой. Федерацияның міндеті жалпы. Федерация деген жаңа өзінің қамқоршысы деуге болады, өзінің жақсы көретін спортына байланысты жаңа өзінің несі береді ғой, енді қолдау білдіреді ғой. Енді кейбір спортшылар жаңа кейбір спорт түрлері жақсы енді біздер енді бұйырса енді жаңа айтып кеттім ғой, бұйырса президент сайладық, енді вице-президентімізді сайлаймыз бұйырса. Енді алда уақытта осы барлық жаңа жетістіктер енді жаңа біреуіне бере алмай қалдық, біреуіне бердік қой. Енді сон бұйырса осы декабрь айында жылды қорытындылайын деп біз бұйырса сондай план құрып отырмыз. Жылды қорытындылап, кімнің қандай жетістігі бар, сол бойынша марапаттайтын боламыз енді бұйырса. Ұлттық спорт дамыту керек дейді да, бірақ шына келгенде олимпийскийді бірінші қояды. Сосын енді олимпийскийдан тысырылады, потом қайсысына популяризация көп, соны келесіге қояды, сосын 3-шіге, 4-шіге ұлттық спорт негізіне шындығына келгенде солай. Ұлттық спорт дамыту керек дейді. Бюджет осындай бөлінді деп объявлять етеді. Ұлттық спортымызға осындай бөлінді дейді. Анауынан 10% құрамайды. Сосын ұлттық спортқа бөлінгенде, ұлттық спортқа бір бөледі де, сосын оның ішінен тағы бөледі. Қазақ күресіне, бәйгеге, көкпарға, тоғызқұмалаққа деп тағы бөліп айтты. Енді биылдан бастап министрдің өзі айтты ғой, ұлттық спорт пен олимпиадалық спорт түрлерін дамытуға көңіл бөлу керек деп. Мүмкін жағдай түзеліп қалар, көре жатармыз, уақыт көрсетеді. Шәкіртақы, зарплатқа отырғызады деген әңгімелер бар. Облыстық басқарма тарапынан біздің тоғызқұмалақшылары сондай бір қаржылай қолдау болсын, бола ма, бар ма? Иә, біздің қазір спортшыларымыз неде шәкіртақы алып отыр қазір. Әлем чемпионы болғандар бар, чемпион Қазақстан болған спортшыларымыз барлығы алып отыр қазір. Енді ол мен енді нақты суммасын білмеймін, бірақ алып отқаны анық. Енді спорт басқармасынан қазір таңдап осы биылда тоже спортшыларымызға жаңағы спорттық жейдемен қамтамасыз етілді тоже спортшыларымыз. Облыс құрамасына енген спортшылар арнайы жейде берілді. Ол стипендия бізде результатқа беріледі. Сборный кітап шығады, сонда сен қандай нәтижемен тұрсың, соған байланысты беріледі. Біздің облысымызда солай. Арнайы бізде облыста ең несі әлем чемпионы, самый высший. Жалпы тоғызқұмалақты айтатын облыс. Олимпиададан орын алғандардікі бөлек болатын шығар, мен оның несін білмеймін екен. Нормативі, да. Олай енді әлем чемпионы болғанда былтыр 150 мың теңге айына стипендия тағайындалған болатын. Жаңағы әлем чемпионы болды. Мысалы 2023-те әлем чемпионы болды ма, 2 жыл сол жаңағы стипендия. 2 жыл емес қазір өзгеріп жүр. Енді бұрында деймін. Басында 2 жыл болып жүрді. 2 жыл беріліп тұрды. Әлем чемпионатынан алып жүрді. 2 жыл бойы дегенде сборный кітап шыққан кезде, жыл сайын жаңартылып Қазақстанның түгілі сборныйның кітап шыққан кезде, тоғызқұмалақ бөлімінде кімдер тұр спискіда. Сонда мысалы мен әлем чемпионымен тұрдым былтыр. 23-ші жылғы кітап бойынша әлем чемпионымен тұрдым. Соған байланысты зарплата алдым. Енді былтыр сол жыл осы 23-те өзгеріп кетті. Әлем чемпиондары, Азия чемпиондары тек қана 1 жыл тұру керек.
тағы да қорғап қалған жағдайда ұзартылады. Вот бізде нюанс, бізде әлем чемпионаты 2 жылда бір, Азия чемпионаты 2 жылда бір рет өтеді. Бізде сол жағынан не да? Нестыковка, да? А мен қорғайын десем, маған мүмкіндігім берілмей қалды да. Тағы бір жыл күтуге тура келеді. Ноябрьге дейін күтуге тура. Ал мен қазір Азия чемпионатына 3-ші орынмен тұрмын. 80 теңге зарплатаға сборында сол 3-ші орынмен тұрмын. Соған байланысты маған облыстан 80 теңге, Азия ересектер арасында 3-ші орынға 80 мың. Ну, сондай нелер бар да, бұлай несі. Ну, ат чемпионаты болса бөлек әңгіме. Мысалы, саған мүмкіндік беріледі, сен қорғай алмадың, ладно, алып тастайды. Ондай нелер бар. Әр облыста әртүрлі бірақ ол система. Облыстың бюджетіне қарай ма? Бюджетке байланысты. Бізде указ мысалға айтқандай приказ теңгемен шықты. Қазір сіз білесіз енді, любой нәрсе негізі МРП-ға байланған ғой. А біздің сол облысымыздың несі приказ шығып қойған кезде ондай нәрсе ескерілмей қалған. Мысалы мен ең бірінші енді стипендия тағайындалған кезімде 60 мың теңгеге тағайындалдық. Қазақстан чемпионы болған үшін 18-ші жылы 60 мың теңге көп ақша. Қазір 60 мың теңгемен кішкентайларды қызықтыра алмайсың. Жастар арасында чемпион болған 40 мың теңге алады. Ондай нәрсені қызықтыру қиын. Инфляция бар, барлық нәрсе. Ал кейбір облыстарда, көп облыстарда МРП-мен қойылған екен сол жағы. МРП-ның өзгеруіне байланысты жаңағы. МРП жыл сайын өседі ғой, соған байланысты. Өскен сайын стипендия да өседі. Стипендия саларда өседі, нелер байқалады да. А бізде бір немен қойып тастаған, содан ары қарай ала бересіз. Өзгермесе ертең біз әлем чемпионы болғанның өзінде мысалға басқа облыстардың Қазақстан чемпиондарымен бірдей алуымыз мүмкін да. Ол мәселе шешіле жатыр. Сондай осы жерде де айтып қалармыз ол мәселені, алла бұйырса десе де ол спортшының қанша жылғы еңбегі. Сен әлем чемпионы болу үшін неше жыл 2010-нан бері. 2010-нан 13 жылда. 12 жыл, 22 жыл. 12 жылда әлем чемпионы болды. Ол тек қана барып жеңе салды деген әңгіме емес, ол деген 13 жылғы еңбекке төленген қаржының да сомасы сай болған жақсы ғой дейміз ғой кейде. Бірінші әлем чемпионаты. 12 жылда қатысып тұр. Осыған дейін өте алмадым. Барлығы право. Тағы алып қосар. Сол енді біздің басты мақсатымыз енді атымызды шығару емес қой. Біздің басты мақсатымыз ұлттық ойынды ұлықтау, дамыту, насихаттау. Осы енді мысалы Корея, Жапония елінде дзюдо мысалы не болса, мықты спорт түрі болса, осы Қазақстанда немесе Батыс Қазақстан облысында, Орал қаласында осы бірінші спорт түріне айналдыру басты мақсатымыз. Көбірек балаларды көбірек тарту, көбірек насихаттау. Осы енді біз қанша жерге барсам да, қанша жерге жүрсем де сыр айтып жүрем. Жаңа білім басқармасына да айтып жүрем. Насихаттаңыздар, дамытыңыздар. Біздер енді біздің тараптан қолдау керек, көмек керек болса қолдаймыз. Жаттықтырушылар жаңа семинар өткізсеңіздер жібереміз деп айтып жатамын. Енді бұйырса алда уақытта жұмыстанамыз әлі. Біздің аллар асуымыз алда деп ойлаймыз. Енді мынау бізге салып кеткен сара жол ғой. Қаншама осы жолда қаншама ағаларымыз, апаларымыз еңбек етті. Сол еңбекті ары қарай дамыту біздің міндетіміз деп ойлаймын енді. Алып қосар. Біраз әңгіме айтылған сияқты, келгендеріңе тағы да рахмет. Енді шамамыз келгенше шаптық, жеткізгенше жеткіздік. Енді барымызша бөлісіп, осында ары қарайда болашақта бұдан да жақсы подкасттар, бұдан да жақсы сұхбаттар болады деген ойдамыз. Рахмет келгендеріңе болса да. Осымен подкаст аяқталды. Рахмет барлықтарыңызға.
барлық көрермендерге біраз нәрсе естідік, біраз нәрсе білдік. Мен болашақта көрермендер де басқа облыс тұрғындары да естіп біліп, тоғызқұмалаққа келетін балалардың саны артып, чемпиондарымыз көбейе береді деген ойдамыз. Рахмет.